Үйім кең сарайдай боз үйім. Әр адам өз үйіне келгенде арқасын кеңге салып, бақытты сезінеді емес пе десе де, баспанасы бола тұра бақытсыз күйгіш күндерде жоқ емес. Себебі үй деген аты болмаса, жағдайын айтуға ауыз бармайтын жайттарда бар өкінішке орай. Жасқанымызда 18 жыл болды. Арал жақта тұрдық. Арал жақта есігі жоқ, терезесі жоқ, осындай времянкадан қосылған кезде сондай үйде тұрдық. Сосын ояқта 2 баламды өмірге келдім. Сосын жағдайым болмағасын Ақтөбеге көшіп кеттім. Бұл Аббасовтар жанұясының отанасы Еркешева Қызғалдақ. Жұбайымен тұрмыс құрып, 2 баланы дүниеге келген соң күн көрсетқанмен Ақтөбе қаласына көшіп келген. Жұмыс істеп жүріп, тағы 2 перзентін өмірге келген ана, алғашында тұрмысымыз біршама түзелген еді дейді. Десе де тұла бойы тұңғышының ауыратынын білген сәттен бастап, дәрі-дәрмек пен күтім көрсетуге қаражаттың тапшылығынан жалдап отырған үйінен айырылғанын айтып, қынжылғанын да жасырмады. Міне, содан бері маңдайға жазылған қатал тағдыр бүтін бір отбасын 20 шаршы метрге жетер-жетпес осы бір тар үйге тұруға мәжбүр етті. Анда сыймаймыз, балдарым анда стол болды, сабақ оқиды. Мынаған тақтағылар балдарым. Мынаған от жағамыз, қыстай отынымыз тұрады осы жерге. Анда 4 балам жатады. Сыймаймыз, онында жатамыз, жолдасымыз екеуміз. Қыстай мына куртка тұрады осылай. Мынаны алсақ, қыстай. Мына тесіктердің бәріне жел соғады. Балдарым тоңады. Осы жерде міне 2 қызым жатады, ұлым жатады, мына жерде 3 қызым жатады, мына жерде ұлым жатады. Біз анда жатамыз. Осы жерде балдарым ұйықтайды, осы жерде жуынады, осы жерде киінеді. Баспана басты мәселе екенін түсінген ана үй кезегіне тұру үшін құжат тапсырып та көрген. Алайда оған бұрын өздері көшіп кеткен жердегі жұбайының атына заңды тіркелген үй кедергі болған. Келіп тұрған ауыз су мен көгілдір отынның жоқтығынан қыста балалары жиі сырқаттанатынын айтқан ана көзіне еріксіз жас алды. Кейде от жанбайды, мына үй тоңып, балдар төсектен тұра алмайды. Жиі ауырып Қарным ашты дегенде. Жиі гриппен ауырамыз. От жанбай атады ғой қыста. От жаға алмай мен ошақтың алдында отырып жылайтын едім. Осы ошақта мен қашан құтыламын деп. Мені маңдайыма бұл от жазып қойған ба, сонда мен Аллаға не істедім деп. Мен ладно, менің балдарымның болашағы не болады деп ойлайтын едім. Қазірде ерлі зайыпты мен балаларына тозығы жеткен үйде өткен бақытсыз жылдар енді қорқынышты түстей артта қалды. Қасиетті Рамазан айында отбасына ойламаған жерден қуанышты хабар жетті. Бір апай келеді айтады, саған обал, балдарың болса өсіп қал, қыста тоңып отырасың, жазда ыссы деп далада жатасың. Неше жылдан бері мен сені танимын, обалға құрсын, сен де дайымайын, балдарға обал, мына қызың ауырады, оған обал. Неге сен барып көмек сұрамайсың, халықтан үй алмашы, жалғыз сен емес деп сөйдеді. Қош деп жүрдім, қош үй алам, балдарым досы бар. Ешқандай да үй алма деді. Жоқ, мен түсіремін, қорқпа. Мен мәз болып жүрмін, оны көмек болады, жақсы болды деп. Сөйтсем халыққа кетті. Бірақ ренжіген жоқпын, ол кісіге қуандым. Содан сол жаңа WhatsApp желісі арқылы кеткен ғой. Біз сізді көрдік, біз сіздің жағдайыңызды көзімізбен көрейік деп келдік. Мықты жағдайларың ауыр екен, қолдан келсе біздер көмектесейік деп, мына Нұрбек деген жаңа Жеңіс деген ағамыз келіп бастап көмектесті. Содан Рамазан айында басталып кетті құрылысы. Рамазан айында майдың 1-інен басталып кетті. Кейіпкеріміздің жанарына қуаныш нұрын сыйлап, алғысын жаудырған жандар құрылғанына аз уақыт болса да, игі істің басқасында жүрген волонтер 2020 Ақтөбе еріктілері. Ақтөбе қаласындағы орта және шағын кәсіп иелерін жұмылдыра отырып, үй іргесін тұрғызса, құрылыс жабдықтарын алуда қарапайым халықтан 300 мың теңге көлемінде қаржылай қолдау көрген еріктілер әлі де көмек керектігін алға тартады. Қиындығы осы кәсіпкерлер спонсор іздеу қиын. Азия темірдің басшысы бар, компаниясының құрылыс компаниясы. Олар қабылдап 14 ағаш балкаларының барын әкеліп берді тегін түрде. Бір Аллаға шүкір, Алланың өзі қарасқан шығар деп айтамын. Күн ыстық болмайды. Кешегі деген жаңбыр жауып не істеп жүрді. Мысалға бүгін шырайлы ашық ешқандай жаңбыр жауған жоқ. Сәтімен болады. Әр нәрсе өз сәтімен дейді. Алланың өзі берген жері бұл отбасының өз ниетіне байланысты беріліп жатыр деп ойлаймын. Сол өзімізде
Оқуға жағдай жасай алмасақ та балаларымның мақсаты, болашаққа сенімі зор дейді ана. Ұлағатты ұстаз, ақ халатты абзал жан болуды армандаған бүлдіршіндердің ендігі өмірі еш алаңсыз кең үйде өтетініне біз де шын қуаныштымыз. Назерке Өтеген, Жанар Баймағамбетова, арнайы Бастау медиа үшін. Ризамын мен, ал сөзіме жеткізіп та айта алмаймын, мен кәдімгі қуанамыз кісілерге. Рахмет. Қазір 4 бөлмелі, иә? 4 бөлмелі, иә. Осындай Рамазан айында көмектесіп, қолдау көрсетіп жатқандарына рахмет. Жақсы. Үйде жоспарлап қойған шығарсыз, осы жаққа осындай, осы жаққа осындай. Балдарым жоспарлап отыр, мына жерде мына жерде шкаф, мына жерде телевизор деп айтып жатыр ғой, мына жерде ойнаймыз. Мына жер менің орным болады деп, ана ішке кіреді, ойнап жүрген сайын балдар. Бәріміз кіреміз де отырамыз былай. Армандаймыз. Иә, армандаймыз.